ұстаздары өздерінің ізгі тілектерін білдірмек. Алғыс айту мерекесіне орай кімге алғысты білдіргің келеді? Мен кішкентай кезімнен мәпелеп өсірген, түн ұйқысын төрт бөлген аяулы ата-анама алғысымды білдіремін. Бүгінгі мерекеде кімге алғысты білдіргің келеді? Әліппені үйреткен ұстазыма. Ұстаздарымыздың қадір қасиетін жоғалтпау, оларды сыйлау, құрметтеу әр оқушының парызы. Білесің бе, бүгін бізде қандай мереке? Әрине, бүгін алғыс айту күні емес пе? Осыған орай мен, қариясы бар үйдің қазынасы бар демекші, көпке баталы сөзімен ақыл айтып жүрген ақ жаулықты әжелеріміз бен көпті көрген қарияларымызға алғыс айтқым келеді. Өздерім ретінде бүгін бізде алғыс айту күні. Осыған орай кімге алғыс білдіргілерің келеді? Осы білім ордасында мектепте қолайлы білім алуға жағдай жасап отырған күзетші ағайларға, асханашы апайларға және де тазалықшы апайларға үлкен алғысымды білдіремін. Ал мен болсам, ақыл көпті тауа алмайды, досы көпті жау алмайды дей келе, үнемі қуанышымен бөлісіп, қиын шақтарда жанынан табылатын адал достардың амандығын тілей отырып, оларға шексіз риза екенімді айтқым келеді. Диннің алғашқы мейрамы 1 наурыз алғыс айту күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ең әуелі жаратушыға, жанымда жүрген ата-ана, бауыр, достарыма, мектебіміздің аяулы ұстаздарына және өзімнің шәкірттеріме алғысымды білдіремін. Осы мерекенің қарсаңында дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге мол табыс тілеймін. Шуақты көктемнің алғашқы күні, алғыс айту күні мерекесі барлығымызға да құтты болсын. Осындай керемет мүмкіндікті пайдалана отырып, бүгін біз ата-анамызға, бауырларымызға, туыстарымызға, ұстазымызға және достарымызға алғыс айта аламыз. Бүгін мен нөмірі 27-ші Исатай Тайманов атындағы орта мектептің ұжымына алғыс айтамын. Ұстаздармен қатар еңбекте ұжымның ұжым болуына біте қайнасып, еңбек етіп жүрген есепшілер, медбике, аспазшылар және тазалық пен тыныштықтың қорғандары болып жүрген ұжымдастарыма шексіз алғысымды айтамын. Алғыс айта білмейтін адам рухани кедей болып қала береді. Ендеше қайырымды іс, жақсы сөз, жақсы ой, кіршіксіз пейілімізді ешқашанда ешкімнен аямай, алғыс деген қасиетті сөзді үнемі айтып жүрейік. Біз бүгін алғыс